Армысыздар, білім алушылар. Кезекті тақырыбымыз айнымалы тоқ тізбегіндегі резонанстар. Резонанс дегеніміз латын тілінен аударғанда резонанс, тербелемін деген мағынаны береді екен. Ең алғашқы резонанс құбылысын Майкл Фарадей зерттеп ашқан болатын. Енді бұл айнымалы тоқ тізбегінде бізде катушка мен конденсатор тізбегімізде болғандықтан бізде тербеліс туындайды. Бұл тербеліс идеалды және реалды болып екіге бөлінеді. Яғни, егерде тізбегімізде активті кедергі болатын болса, онда ол реалды тізбек болады, яғни тербелісіміз реалды тербеліс болады. Ал егерде актив кедергіміз жоқ болатын болса, онда біздің тізбегіміз идеалды, яғни идеалды тербеліс туындайды. Яғни тербеліс болған жерде бізде жиілік болады. Осы туындаған тербелісіміздің жиілігі, яғни F тең түбірі жәңгі бөлшек сызамыз. Бөлшектің астында 2pf, түбір астында ls көбейтіндісі, үстінде бір бөлшегі тұрады. Біздің резонанс құбылысына енді түсініктеме беретін болсақ, мысалы резонанс дегеніміз және айтып өттім, кез келген тербеліс болған жерде резонанс құбылысы болады. Яғни мысалы өмірден мысал келтіретін болсақ, теңізді көз алдыңызға елестетіңіз. Теңіздің суы толқындап жатыр. Сонда екі толқынның бір-біріне жиілігі сәйкес келгенде күрт тербелістің арту құбылысы бізде резонанс деп аталады екен. Яғни екі тербелмелі контурдың жиілігі сәйкес келіп қалған кезде тербеліс амплитудасының күрт артуы резонанс құбылысы деп аталады. Айнымалы тоқ тізбегінде резонансты екі топқа бөліп қарастырамыз. Біріншісі тоқ резонансы және кернеу резонансы. Яғни кернеу резонансы қай кезде туындайды? Біздің катушка мен конденсаторымыз тізбектей жалғанған кезде кернеу резонансы туындайды. Яғни XL, XS-қа тең болған шарты орындалса, бізде кернеу резонансы туындайды. Ал тоқ резонансы катушкамыз бен конденсаторымыз параллель жалғанатын болса, және BS тең BL шарты орындалатын болса, бізде контурымызда тоқ резонансы туындайды екен. Назарларыңызға рахмет. Келесі сабағымыздың тақырыбы үш фазалы тоқ жүйесі. Келесі кездескенше.